Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Бүгін YouTube арнамызда ерекше видео өздеріңіз байқап қарап отырсыздар. 2013 жылы Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде IT саласы бойынша қызмет жасаған едік. Бүгін мінекей сол университеттің басшысы Ерболат Байзақұлы профессор ағамыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз аға. Жақсы, рахмет жігіттер. Қош көрдік өздеріңді. Енді әрине бірінші мынау Кореяға 2013 жылы келгем. Енді 2022-де келіп отырмын. Арада 9 жыл уақыт өтіпті. Әрине 9 жылда осы оңтүстік Кореяның өзінде өте үлкен өзгерісті байқап отырмын. Өте үлкен мемлекеттің дамуын байқап отырмын. Сондықтан бүгінгі шайға шақырып YouTube каналда ой бөлісейік деген ойларың үшін мың алғыс. Енді Кореяға келудегі негізгі мақсат осы біздің бұрынғы Тараз инновациялық гуманитарлық университеті, қазіргі жаңа атауы Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз инновациялық институты, осы Корея Республикасының оқу орындарымен біз бірнеше жылдан бері байланыстамыз. Оның ішінде мынау 2013 жыл келген кезде осы жерде бір-екі университетпен мен байланыс орнатып, келісімшарт жасап қайтқан болатынмын. Сол келісімшарттың негізінде 2015 жылы, 2 жылдан кейін сол біздің университетте ағылшын және корей тілі мамандығын аштық. Және мынау біздің Қазақстандағы Кореяның бас консулы өзі келіп, корей тілі орталығының ашылуына өзі қолғабыс жасады. Соның арқасында бізде қазір екі шет тіл мамандығы өте жақсы дамып келе жатыр. Оның ішінде корей тілі жақсы дамып келе жатыр. Осы күнге дейін 50-60-қа жуық студенттер осы оңтүстік Кореяның түрлі университеттерінде тағылымдамадан өтті. Қысқа мерзімді білім алмасу академиялық ұтқырлық бойынша өтті. Сөйтіп өздерінің жаңағы тілді жақсы меңгеріп, әр жағынан ағылшын тілін жақсы меңгеріп, осы екі мемлекет арасындағы екі оқу орны тығыз байланысқа түскен болатын. Енді ол арада мынау пандемия болды. Сол пандемия кезінен кейін одан берді биылға дейін 3 жыл уақыт өтіпті. 3 жылда байланыс үзіліп қалды. Сол байланысты қайтадан орнату мақсатында келдім. Негізгі миссиям сол. Енді осы келгендегі мақсаттағы жаңағы бір-екі оқиғаны айтып отырайын. Енді келгенімізге қазір уақытта 1 апта болды. Жаңағы біраз университеттерді араладық. Енді осыған байланысты бір нақтырақ сұрақ болатын болса, мен жауап берейін. Жақсы, өте керемет. Енді осы университеттерге келіп араладыңыз ғой. Сіздерді қалай жақсы қарсы алды ма? Сол жақтың білім жүйесі, Қазақстанның білім жүйесінің айырмашылығы неде? Жақсы. Әрине, біз енді бұл оңтүстік Корея Республикасының оқу орындары алдында да осы бұрынғы байланысымыздың аяқталуына байланысты бізге арнайы хат жолдаған болатын. Сол байланысты ары қарай созасыздар ма, әлде осымен аяқтаймыз ба деп. Енді айттым ғой, пандемияға байланысты біз оны соза алмай қалдық. Сондықтан бірнеше университетпен біздің келісімшарттарымыз аяқталып кетті. Өте жақсы қарсы алды. 4 университетке бардым. Оның ішінде нақтырақ айтып өтетін болсам, біріншісі осы жерден бір 400 шақырым жерде, Сеулдан Тегу деген қала бар екен. Сол жерде ұлттық университет бар екен. Кенгбук ұлттық университеті бар екен. Сол ұлттық университетте болдым. Ол университетпен біздің келісім шартымыз әлі бар екен, уақыт аяқталмапты. Сондықтан ол университетпен біз өзіміздің жаңағы студенттер алмасу, мұғалімдер алмасу мәселені ары қарай жүргізе беретін болдық. Келесі жаңа университет біз үшін бұл мынау Похан қаласындағы Хандонг университеті. Ол университетте болдым. Бұл университетте осы Кореядағы оқу орындарының ішіндегі алғашқы үздік 40-қа кіреді екен. Мамандықтар өте көп, әсіресе біздің мынау Қазақстанға керек. Қазақстанның экономикасының, білімінің, мынау медицинасының дамуына қатысты мамандықтар өте көп екен.
Одан кейін келесі бір барған университетім бұл Аджу университеті. Бұл Аджу университеттің басқа университеттен бір өзгешелігі бұл жекеменшік университет екен, біз сияқты. Яғни жекеменшік университеттермен байланыс бізде өте жақсы болады негізі. Мынау мемлекеттік оқу орындарымен байланысу үшін арнайы Кореяның білім департаментінен рұқсат алады, арнайы хат жазады, олар рұқсат береді, бермейді деген мәселе туындайды. Ал жеке университет бірден байланысқа көшеді. Ол университетті аралап шықтым, өте жақсы университет екен. Бұл университетте шетелдік студенттер көп оқиды екен. Басқа университеттен айырмашылығы шетелдік студенттер көп оқиды. Біріншіден, екіншіден бұл университет тура мынау ненің Кореяның инженерлік технологиялары бар ғой, орналасқан аймақта орналасқан екен да, студенттердің көбі сол жаңағы нелерде, мысалы LG дейма, Hyundai ма, солардың базаларына практикадан өтеді екен. Және медицина мамандығы өте керемет дамыған екен. Одан кейін соңғы университет бұл Сеул ұлттық университеті. Бұл енді әлемдегі ең атақты университеттердің бірі. Бұлармен де кездестік, келісімшарт түздік. Енді алдағы уақытта ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Тамаша аға. Енді аға Кореяға келіп отқан екінші сапарыңыз. Қарапайым халықтан қарағанда, енді академиктердің, елдің әл-ауқатын ойлаған, келешегін ойлаған адамдан көзқарасы бөлек болады деп ойлаймын. Енді сіздің ойыңызша аға, қай сфераларға жедел акцент қойылып, Қазақстанның жақын болашақ 10 жылдық стратегиясына енгізілуі қажет? Сұрақ әрине өте қиын сұрақ бұл. Өйткені біз енді оқу орнының басшысы болғаннан кейін тек қана мынау білім берумен ғана айналыспаймыз ғой. Оқу орнының стратегиялық дамуы болады өзінің. Ол жан-жақты. Алдағы уақытта Қазақстанға қандай мамандар керек, соны анализ жасаймыз. Ол мамандарды кімдер дайындайды, оған біздің оқу лабораториялық базамыз жеткілікті ме, профессор оқытушыларымыздың күші жете ме, және ол мамандықтарды дайындағаннан кейін ол мамандарымыз ертеңгі күні Қазақстан сұранысына қажетті маман болып шыға ма, шықпай ма деген көп сауалдар болады. Әрине, сондықтан біз жан-жақты, кішкентай ғана университет болғанымен, біз тек қана білім емес, біз жан-жақты ойластырамыз барлығын. Сондықтан бұл сұраққа мен жауап берем деп есептеймін. Өйткені шын мәнінде Қазақстан мынау егемендік алғаннан кейін 30 жылдың ішінде біраз жетістіктерге қол жетті. Рас, енді қазіргі бұрынғы 90-шы жылдармен 2020 жыл салыстыруға келмейді. 30 жылда көп біз жетістіктерге жеттік. Бірақ әлі біздің жетпеген тұстарымыз да өте көп. Өте көп. Ол біріншіден мен айтар едім, осы Корей мемлекетінде келгендегі менің бір көрген нәрсем, бұл жақтың жастары болсын, орта буын болсын, аға буын болсын, халқы, азаматтары өте білімді екен. Өте білімді, және бұл көп салалы білім емес. Өте узкое направление дейді ғой, белгілі бір бағыт бойынша өте мықты екен. Мысалы, университеттің ішіндегі мен профессорлармен кездескенде, олар мысалы инженерлік әртүрлі компьютердің чиптерін шығаратын, цифровизацияға қатысты чиптерді шығаратын сондай бір мамандық бар екен. Олар өз мамандығына басқа нәрсені көп білмейді екен, бірақ өз мамандығын өте керемет біледі. Біздің қалып кеткеніміз қай жерде? Біздің қалып кеткеніміз тура осы жерде. Біз Қазақстанда оқуды жалпыға бірдей міндетті деп оқытамыз да, оған тарихты оқытамыз, философияны оқытамыз, математиканы оқытамыз, физиканы оқытамыз, мен аштамыз. Ал бұл жақта оқу тек сол өзінің болашақта алатын мамандығының ғана оқуын оқытады екен. Сондықтан 4 жылда ол баланы олар өте білімді қып шығарады. Осы бізге, яғни білім саласын күшейту керек. Бізде білім саласын, енді мен айтар едім, әрбір пошаговый механизм дейді орысша айтқанда, әрбір шагымызды есептеп отырып, осы білім саласын күшейтуіміз керек. Қазіргі уақытта біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы осы білімге ақшаны өте көп құйып отыр. Сондықтан бұл өте дұрыс шаг, қазіргі алғашқы шақтар. Егер біз білімді азаматты дайындайтын болсақ, өте білімді азамат дайындайтын болсақ, одан ертеңгі жақсы маман шығады. Бірі көргенім осы. Екіншісі,
мынау біздің Қазақстанда медицина мәселесі өте қиын, шыны керек, оны мойындау керек. Медицинадан мысалы біздің Тараздың өзінде жақсы бір мамандарды біз Алматыға, болмаса Астанаға іздеп кетеміз. Ал біздің кейбір мынау Қазақстан қазір онкологиялық ауру бойынша алғашқы Азиядағы алғашқы елдердің қатарында тұр, өте көп. Вот онкологияға бізде әлі күнге дейін белгілі бір не таба алмай отырмыз. Алдын ала анықтау мәселесін. Ал Кореяда осы онкологияны алдын ала анықтау мәселесі адамды толық сканерлеп, оның қолына бүкіл дене тұлғасында бүкіл картасын беру мәселесі өте жақсы дамыған. Сондықтан да Кореяда адамзат баласының өмір сүру орта жасы өте жоғары. Бізде осы төмен. Сондықтан екінші мәселе мен Қазақстанға медицина саласының күшейтілуіне не берген болар едім, акцент берген болар едім. Үшіншісі ол ең керек нәрсе ол цифровизация. Ол қай саласы болсын, машина жасау болсын, компьютер жасау болсын, ауыл шаруашылығы техникаларын басқару болсын, кез келген жерде цифрлық нені бағытты күшейтуіміз керек. Ол үшін қайтадан бізге IT мамандар керек. Қайтадан айналып кеп білімге алып келеді. Міне, осы мен айтқан үштікті жасайтын болсақ, Қазақстан алдағы 10 жылда өте жақсы дамып кетеді. Сіздің айтқаныңыз өте бізге де және көріп отқан көрерменге де барлығына нақты жауап болды. Және көп ойламаған адамдардың ойына да бір жақсы бір түйін келді. Енді Тигу университетінде шыны керек көптеген жастар бар деп ойлаймын. Яғни Корея мемлекетіне барып, заманауи технологияны үйренуге, заманауи ауыл шаруашылығы болсын, теплицасы болсын, одан кейін заманауи бағана чип жасау. Біздің енді қазба байлығымыз жетеді, тек қана бізге былайша айтқанда жақсы бір мамандар, біз әрбір затты шетелден алғанша сол білімді жастар 5-10 жылда бізге алып келсе деген ниеттеміз. Енді біздің Тараздың студенттері, білімгерлер Кореяға деген құштарлығы қандай? Бұл сұрақ енді әрине қазір біздің жастардың арасында Корей фильмдерінің көрсетілуіне байланысты Корей мәдениетін қатты қабылдап, әсіресе мынау мектептің 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарында, соңын оқу орындарының бірінші курстарында осындай бір толқын басталды қазір. Ол уже басталып кеткен бірнеше жыл болған. Осы Кореяға қатты еліктеу. Енді бұл Корей мемлекетіне еліктеуге болады. Біріншіден бұл мемлекетте салт дәстүр өте жақсы сақталған. Өздерінің ата-бабадан келе жатқан әдет-ғұрпын өте жақсы сақтайды. Екіншіден жастардың бәрі білімді. Сондықтан қазіргі уақытта біздің де жастардың ішінде Кореяға деген құлшыныс өте көп. Бірақ ол құлшыныс көп болғанмен олардың барлығын осында кеп оқытып, болмаса осы жақтан пәленше мыңдаған оқытушыларды апарып оқытуға мүмкіншілік жоқ. Ол мүмкіншілік жоқ. Егер біз осы мүмкіншілікті жасайтын болсақ, жаңағы өзің айтып отырған көптеген мынау қажетті біздің отанымызға, елімізге қажетті заттарды өзімізде өндіруімізге болушы еді. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші кезекте қазір осы Кореяға кеп оқимын деген жастарға жол ашу керек. Жол ашу керек. Ол тек қана жаңағы мен айтып отырмын, біздің университетте ағылшын корей тілі мамандығы деп. Біз тек қана жеке бір бағытта ғана жіберіп отырмыз. Корей тілін сабақ беретін, мәдениетін, салтын, дәстүрін оқытатын, тілін меңгеретін адамды ғана дайындап отырмыз. Бізге ол емес. Бізге енді бұл жаққа келіп инженерлерді оқытуымыз керек осы жерде. Осы жерге келіп экономистерді оқытуымыз керек. Осы жерге алып келіп біздің физиктерімізді, химиктерімізді, математиктерімізді оқытуымыз керек. Осы жердің білімін алу керек. Бірақ енді бүкіл студентті мұнда алып келу мүмкін емес. Сондықтан оларды біз тек қана тәжірибе алмасуға жібереміз, болмаса бір қысқа мерзімдерде білімдерін осы екі университет арасында алмастыруға жібереміз. Оның өзі біз үшін көп нәтиже. Ал енді екінші жағы, мен ойымша, біздің бүкіл университеттерге жақсы білімді барлығына бірдей беру үшін, мен ойымша, осы Кореяның оқу орындарындағы профессор болсын, болмаса мынау озық технологиялық заводтар мен фабрикаларда жұмыс істеген
мамандар бар ғой, мамандар. Соларды елге апарып, соларға дәріс бергізу керек. Мысалы, 25 баланың мұнда кеп бір мұғалімнен сабақ алғанша, бір мұғалім барып, сол жақта 100 балаға сабақ берген жақсы. Сондықтан осы мәселені қозғауымыз керек. Әрине біздің жастардың Кореяға деген талпынысы қазір өте жоғары. Алдағы уақытта біз мына университеттермен келісімшарт жасадық. Енді мен басқа университет туралы айта алмаймын. Біздің университет осы бұрынғы жасап келе жатқан дәстүрлі өзіміздің мынау сабақтастығымызды біз одан 2-3 есе күшейтетін боламыз. Керемет, жақсы. Енді мен өзіміздің университетке бір-біріміздің жұмыста жасаған жерге қайта орала кетейін. Біз сол университетте 2013 жыл жұмыс жасаған кездің өзінде де университеттің главный корпусы болсын, басқа корпус болсын, яғни өте заманауи технологиямен, заманауи компьютермен барлығын байланыстырып қойған едіңіздер. Ал енді мен кеткеннен кейін өзгерістерді бір айта кетсеңіз, яғни мұғалімдер мен оқушының арасындағы қарым-қатынастары болсын, сосын біз кетер алдында бір корпус соғылып жатқан еді, соның қалай бітті? Иә, жақсы. Енді әрине одан бері де 9 жыл уақыт өтті, 2013-2022 9 жыл уақыт өтті. 9 жыл деген ол өте үлкен уақыт. Одан бері де университет көп өзгерді. Біріншіден, біздің студенттеріміздің контингенті көбейді, саны көбейді. Екіншіден, профессор оқытушыларымыз тек қана бізде мынау Жамбыл облысының тұрғындары, азаматтары еді. Біз қазір жақсы мамандық беру үшін, жақсы білім беру үшін жан-жақтан шақырылды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен бірнеше мұғалім жүр. Түркияның Стамбул университетінен мұғалім жүр. Кореяның университетінен бізде мұғалімдер жүр қазір. Азербайжан, Баку университетінің мұғалімдері бізде дәріс беріп жатыр. Батыс Қазақстан университеттерінің мұғалімдерін алдырттық, шақыртып, Астанадан алдырттық. Қысқасы, ұстаздарға жақсы қолайлы жағдай жасай отырып, оларды университетке алдырттық. Өйткені олар бізге керек. Солар арқылы біз жақсы білім береміз. Бұл ол 13 пен 22-нің арасындағы болған бірінші жағдай. Яғни өзге шетелдік, отандық оқу орындарындағы сабақ беріп жүрген жақсы білімді мамандарды алдық. Бұл біздің бірінші жетістігіміз. Екінші жетістік бұл мынау инфраструктура дейді ғой, құрылымымыз. Яғни университет бірнеше есеге өсті. Қазіргі уақытта Тараз қаласының ішінде 6 оқу ғимаратымыз бар. Ең соңғы үлгіде жасақталған жатақхана, ондай жатақхана мен ойымша өткенде бізді келіп, мынау қаржы орталығының комиссиясы тексеріп кеткен, солар айтты, мұндай жатақхананы біз өзге университеттерден көрген жоқпыз деді. Шынында бұрынғы Тараз турист қонақ үйін сатып алып, оны үлкен қаржыға жөндеу жұмыстарын жасап, сол жатақхана емес, соны студенттік үй қылып жасадық. Яғни үй мен жатақхананың айырмашылығы неде? Жатақхана тек қонып кететін жер, ал үй адамға бүкіл жағдай бар жер. Сондықтан мен оны студенттер үй деп атадым да, оның ішінде жаңағы студенттер дүкені, кафетерия, астында кітапханасы, кітапхананың ішінде демалып жататын жер, қажет болатын болса, сол жерге аяғын созып студент кітапхананың ішінде жатып ұйықтап алатындайды жағдайға жеткізіп қойдық. Спорт алаңы, сыртқы, ішкі спорт алаңдары, өздері бас қосып отыратын жер, ата-аналармен кездесетін жер, қысқасы барлық условия жасалды. Сондықтан қазіргі біздің корпустардың ішінде де мынау соңғы жеткен жетістіктеріміздің бірі, бүкіл оқу корпустарын біз бір ортаға аудиторияларын шоғырландырдық. Яғни бір мезетте бүкіл 5-6 корпустағы болып жатқан сабақты онлайн форматта біздің оқу бөлімі тексеріп отырады. Ол үшін әр корпусқа адам жіберіп, оның есігін ашып, студент бар ма, жоқ па, мұғалім сабақ өтіп жатыр ма, жоқ, тексерудің қажеттілігі жоқ. Барлығына видеокамера дыбыспенен қойып, әр мұғалімнің қаншалықты сабақ өтіп жатқанын, қанша студент оның алдында отырғанын барлығын тексеретін жағдайға жеткіздік қазіргі уақытта. Заманның бүкіл несібесінен пайдаланып десеңізші. Иә, бұл енді қазіргі цифровизация деп отырмыз ғой жаңағы. Өйткені шын мәнінде біз студенттер көз алдымызда болу керек. Оның үстіне қазіргі уақытта өткені қаңтардағы оқиғаны естідіңіздер ғой. Қаңтарда қандай
қиын оқиға болды. Көптеген жоғарғы оқу орындары мен колледждің студенттері көшеге шығып кетті. Біреулердің жетегіне еріп кетіп қалды. Сондықтан біз енді қазір бүкіл студенттерді көз алдымызда көріп отыратын боламыз. Керемет, жақсы. Шынырек, мен кеткелі бері кәдімгідей өзгеріс болған, және сіз айтып жатқан әңгімені көз алдыма елестетсем, бұл Қазақстан Тараз емес, бір Европада тұрған бір университет сияқты болып тұр. Енді бір соңғы бір сұрағымыз, Корея мемлекетіне келдіңіз, енді университеттерге барып жолықтыңыз, бірақ жалпылама түргенде айтқанда Корея мемлекетіне келіп, қандай нәрселерге, яғни білімнен бөлек қандай нәрсеге көңіл аударып, және елімізге не алып кетсек, не жетіспейді деген нәрсені өзіңіз қандай бір түйіндедіңіз? Қысқаша немесе толық өзіңіз айта кетсеңіз. Бұл мәселені шынында ол университеттермен келісімшарттарды аяқтағаннан кейін қаланы араладық. Жаңа мынау бірнеше қаланың ішіндегі сауда орталықтарында болдық. Одан кейін бір-екі өндіріс орталықтарына барып көрдік. Мынау көлік шығаратын заводтар мен көлік сататын үлкен-үлкен жаңағы дүкендерді аралап өттік. Әрине келгеннен көруіміз керек. Қандай бұл елдің жетістігі бар. Қандай жақсы нәрсені біздің елімізге алып баруға болады деген мақсатпен. Әрине көрдік, көп нәрсе бар екен. Енді бұл жердегі бір айтатын нәрсе, жаңа айттық қой, мынау цифрландыру біздің мемлекетімізде әлі керемет деңгейде жүре алмай жатыр. Бір орында айналып тұр. Осыны жетілдіру керек. Мысалы, бір ғана мысал, біздің Жамбыл облысында бірнеше теплицалар бар. Жылыжайлар. Сол жылыжайлардың барлығындағы ішіндегі технология түріктердікі, болмаса кезінде оңтүстік Кореяның технологиясы қойылған, бірақ осыдан ол 7-8-10 жыл бұрын технология. Олардың бәрі ескірді қазір. Мынау біздің Тараздың әуежайының маңында бір 50-ге тарта жылыжай болған. Олардың барлығы қазір ескіріп кетті. Енді біз келесі кезекте мынау соңғы үлгідегі жылыжайлардың технологиясын алып баруымыз керек. Біздің Жамбыл облысы аграрлық өңір. Бұл өңірде біз бүкіл Қазақстанды жеміс-жидекпен қамтамасыз ете аламыз. Мынау Шымкенттің Сарыағаш ауданы сияқты жасауға болады, мүмкіншілік бар. Ол үшін бізге озық технология керек. Міне осы жылыжайларды цифрландыру керек болып тұр бізге. Сол үшін мен өзіміздің университеттерде бір 4 жылыжай қазір қойдым. Соны үлгі ретінде осы алдағы осы бір 5-6 айдың ішінде цифрландырып, бір теплицаның ішінде бір-ақ адам жүретіндей жағдайға жеткізсем бе деп отырмын. Егер соны істесем, содан ары қарай біз Жамбыл облысына мен соны үлгі қылып Қазақстанға таратсам ба деген ойым бар. Әрине сіздердің көмектеріңізбен бірлесе жасасақ. Екінші тағы бір мәселе жаңағы көлік мәселесі. Мынау көліктің логистикасы мәселесі және көлікті алып сату мәселесінің өзі. Шын мәнінде соңғы кездерде бізге сырттан көлік кіру мәселесі тоқтап қалды. Ол біріншіден мынау халықтың, қарапайым халықтың қалтасына қиын болды. Өйткені отандық автомобиль құрастыру заводтары керемет деңгейде жүрмегеннен кейін әрбір қазақстандық азамат бір үйде бір көлік болу керек. Өйткені қалаға қатынайды, өзінің азық-түлігін әкеледі, сол көлік арқылы өзінің шағын бизнесін жасайды. Сондықтан көліксіз үй ол мүмкін емес. Сондықтан бір үйде бір жеңіл көлік, бір үлкен көлік болса қатып кетер еді. Бірақ ол бізде өкінішке орай оған жете алмай жатырмыз. Кезінде мынау Германия ашық тұрған кезде керемет көліктер кірген. Шектеу жасадық қой. Содан кейін ол көліктердің бәрі қазір ескіріп кетті. Одан кейін бір кездерде өздеріңіз білесіздер, мынау Армениядан, Грузиядан көп көлік кірдіра, олардың барлығы жаңағы кедендік несі жасалмады. Сондықтан әлі күнге дейін халықтың арасында мынандай үлкен толқу бар көлікке байланысты. Сондықтан осы оңтүстік Кореяның көлік мәселесін Қазақстанға апаруға болады. Бірнеше жерде жақсы компаниялар бар. Қазір мен байқап отырғаным, шамалы уақыттан кейін оңтүстік Корея Жапонды озатын сияқты көлікпен. Германия мен Жапонды озады. Сондықтан осы мемлекеттермен тығыз байланыс жасай отырып, көлік құрастыру мәселесін біз жасауымыз керек Қазақстанда. Керемет дұрыс айтасыз. Енді қазір
Корей мемлекетінен неге адамдар көлік алып жатыр деп мен көп адамға сұрақ қойсам, бұл жақтың көлігінің историясы дейді, яғни өзінің бір тарихы барлығы бір қағазда, сайтта тұрады. Сосын көлікті сырап алған жағдай немесе бір машинамен соғысқан жағдайдың өзінде де страховая компанияға қанша ақша өткендері барлығы айқын жазылады. Соған қарап адамдар көлікті алады. Ол айтып отырғаным дұрыс, Нұрлан. Мен өткенде өзің айттым ғой. Келген кезде бірінші көргенім осы. Біз мысалы Қазақстанда бір көлікті алатын болсақ, оның қожайынынан сұраймыз. Мына көлігің соғысқан ба, соғыспаған ба, болмаса жаңағы қайда жасаттың, қалай жасады, білмейсің шын мәнінде ше. Қажет болатын болса автосалондардың өзі алдап жібереді қазір. Анау әлеуметтік желіде жүр ғой, біздің бір-екі блогерлерімізді жаңа көлік деп сатып жіберген, ол қазір сыртта жасалып келген. Сондықтан бізде ол анау отандық көліктерде тарих орналастыру деген мәселе бізде жоқ. Ол мына оңтүстік Кореяда өте қатты дамыған екен. Біз мысалы өткенде көрдік, бір көлікті алуға барған кезімізде, ол көліктің жаңа страховой полисіне кірген кезде 100 000 теңге шешіпті страховой полиспен. Енді сол жерде менің жанымдағы жігітте күдік келді. Бұл көлік соғысқан көлік екен, бұл көлікті алмай қойса қайтеді деген сұрақ қойды. Сол кезде мен айттым, 100 000 теңгеге ол азар болса бамперін ауыстырды, болмаса ол фарын ауыстырды. Яғни бұл жақта үлкен авто қақтығыс болмаған. Үстіне бірдеңке құлап кетті ма, бірдеңке тиіп кетті ма, 100 000 теңге. Ал егер о жерде бір біздің теңгеге шаққанда бір 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион ақша шешілсе, онда көлік үлкен көлік апатына ұшыраған, ол көлікке бармай-ақ қою керек. Сондықтан оны мынау телефонда отырып көріп ақ, ол көлікке бару керек пе, бару керек емес пе, осы жерден ақ көре салуға болады екен. Міне осы жүйе өте керемет қойылған. Негізі осы жүйені біздің Қазақстанда осы жүйені қою мәселесін жастар сіздер негізі ойластыруларыңыз керек. Өте керемет жасалған. Ол бір. Екінші, ол жаңа тарих тазалығынан бөлек, бұл жақта көлікті ұстау, көлікті міну бір ерекше бір мәдениеті бар сияқты. Өйткені көлікке бұлар өзінің қазақ астына тұлпарына қарай қараған, тура солай қарайды екен. Өйткені осыдан 5 жыл бұрын өтіп кеткен 2017 жылғы көлікке 5 жыл болды ғой. Ашып ішіне кіріп қарап көрсең, 1-2 жыл болған көлік сияқты. Сондықтан көліктің жағдайы өте жақсы. Сондықтан қазақстандықтар Кореядан көлік алуға қатты құмар болып отыр. Сондықтан мен бір жағынан мынау енді YouTube мені көріп отырса, YouTube'ты көріп отырушыларға айтқан болар еді. Мен енді мынау көлік мәселесімен айналыспайтын адаммын. Біз енді мынау білім саласының адамымыз. Бірақ осы ақыр келгеннен кейін жаңа айттым ғой, бәрін жан-жақты зерттеп жүрміз деп. Зерттегеннен кейін осы мәселеге мен көзім жетті. Егер шын мәнінде жақсы бір көлік алғыларыңыз келсе, оңтүстік Кореядан келіп алу керек екен. Оның ешқандай қиындығы жоқ екен. Осы жерде біздің отандық, қазақстандық жігіттер бар. Сол жігіттерге тапсырма берілсе, олар сіздерге кез келген көлік жеткізіп беретін сияқты. Және сіз алатын көлігіңіздің тарихын өзіңіз қолыңыздағы телефоннан көріп отырасыз. Басқа не керек? Алаға енді біраз тақырыптарды төңкердік. Қазақстанның білімі болсын, келешек 10 жылдық, 100 жылдық стратегиясы болсын, IT саласы болсын, неше түрлі салаларда, автомобиль саласы болсын. Енді осы көптеген тақырыптың бір ойын түйірін айтсаңыз, осымен хабар сұхбатымызды пердесін жапсақ. Жақсы, дұрыс сұрақ. Енді осы YouTube каналын көрушілер осы бүгін біздің сұхбатымызға ерекше назар аударатын шығар. Өйткені біз бір ғана мәселені қозғаған жоқпыз, жан-жақты мәселені қозғадық. Ол қозғалған мәселенің барлығы Қазақстанның болашағы үшін айтылып жатқан жақсы игілікті істердің басын шалдық. Осымен біздің хабарымыздың енді мен ойымша соңы болмасын. Енді мен елге барғаннан кейін өзімнің университеттің бір топ осында IT саласын жақсы меңгерген жігіттері бар біздің. Соларды осында өздеріңе жіберем. Осында келіп, олар жаңағы мынау автомобиль құрылысы мәселесі, жаңағы айтып отқан теплица мәселесі, болмаса да жаңа компьютерлерді жинау, жаңа үлгідегі компьютерлермен сотовый телефондарды шығару мәселесі жөнінде келіп, осы жақтың бәрін аралап, өздерімен бірге бәрін көріп, содан бір жақсы ой түйсін. Сондықтан келесі кезекте мен осы университеттің бір жақсы 2-3 маманын сендерге жіберейін. Бұл ойымыздың бір қорытындысы осы болсын. Екіншісі, енді осы айтып отқан мәселелеріміздің бәрін елге апарып жасауымыз керек.
осы жақта көрген түйгендерімізді елге апаруымыз керек. Менің көргенім бір апталық нәрсе, сендердің көргендерің бірнеше жылдық мәселе. Сол жиған, терген тәжірибелерінің барлығын менің сұранатыным өздерінен елге апарып салайық, елге көрсетейік. Осы жақтағы сияқты жақсы өмірді бізге де сүруге болатынын халыққа жеткізейік. Сондықтан Нұрлан бауырым, өзіңнің жолдасымен келіп отырсың, жақсы сұрақтар бердіңдер. Қазақта айтады, мынау мен Корей университеттеріне барып, мынандай сыйлықты ұсынған кезімде айтқан, олар сұрайды, бұл не нәрсе деп. Сол кезде мен айттым, мына жерде, мына сыртында кигіз үй тұр. Кигіз үйдің белгілері. Бұл кигіз үй деген біздің сонау ата-бабаларымыз сақ ғұндар кезеңінде біздің эрамызға дейін әлі керемет цивилизациялар, өркениеттер орнатылмай қалған кезде осы кигіз үйді үй қылып паналап 2 сағаттың ішінде, 1 сағаттың ішінде кигіз үйді құрып, соның ішінде өсіп өніп, мына жағы Алтайдан бастап батысы сол Европаға дейінгі жері аралықты мекендеген біздің ата-бабаларымыз. Бірақ осындай үлкен жерді, территорияны алып қалған ата-бабаларымыз бізге беріп кетті. Сол үшін біз ата-бабаларымызға мың тағзым жасауымыз қажет. Бірақ осындай үлкен алып территорияны қалай алып қалды? Ненің арқасында алып қалды? Яғни тұлпардың арқасында алып қалды. Әрбір қазақтың астында өзінің тұлпары болған. Сол тұлпарын басқарып жүретін құралы болған. Ол қамшы деп аталады. Сондықтан мына қамшыны өздеріңе өздеріңе сыйлай отырып, қамшыны тұрып алайын. Мына жақтан көрінбей қалмаймыз ба? Мына қамшыны алып отырып, өзің жаңағы алдағы бизнесіңді, жасап атқан істеріңді осы кезіндегі ата-бабаң қалай басқарды? Тура солай басқарды деген ниетпен беріп отырмын. Үлкен маған бір шабыт болды. Енді шыны керек, қазір бұрынғы ата-бабаларымыз атпен болса, қазіргі заманауи, яғни көлігіміз сол темір тұлпар болып тұр ғой. Енді мінекей, қазіргі уақытта заманауи технология, заманауи программалар бар. Жалпы Кореядан біз осы отқа дейінгі түйіндеген идеяларымызды иншалла Қазақстанға жасаймыз деген ойдамыз. Оны мен қазір айтпай қояйын, бірақ өзім досым айтып жүрмін. Бірақ сізге осы сұхбаттан кейін бір жалпылама айтам. Себебі ол бір жасалатын дүниелер біздің Қазақстанға көптеген жетістікке тиеді. Және осы Қазақстанның да үлкен биіктен шыңынан көрінуіне және Қазақстан экономикасын өте көп септігін тигізетініне сенімдімін. Сол себепті жалпы идеяны бірінші жасап барып, одан кейін YouTube арнамызға болашақта шығарамыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Баршаңызға үлкен рахмет. Біздің арнамыздың көрермендері, егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Өздеріңіздің таныс туысқан бауырларыңызға WhatsApp арқылы немесе Insta парақша арқылы жіберіңіздер. Бұл жалпы сұхбатымыздың Алла қаласа жалғасы болады. Жалғасын асыға күтіңіздер. Ал ағай, сізге үлкен рахмет. Керемет сұхбат болды.